Баршаңызға қайырлы күн. Қазақтың ең күлкілі дәстүрлері қандай? Қазақ халқының салт дәстүр, әдет-ғұрыптары тұнып тұрған өнеге дейміз. Әр салттың астарында үлкен мән жатыр. Алайда дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деген мәтелдер оларға сыни тұрғыдан қарап, жақсысын алып, жаманынан жиренуді меңзейді. Интернет желілері қазіргі заманғы салт санаға сай келе бермейтін кейбір дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды тізбелейді. Ұн жағу. Бұл әзіл шыны аралас дәстүр. Қазақ салты бойынша құдалықта ұн жағар рәсімі өтеді. Құдалар бір-бірінің беттері мен үстеріне ұндай жұғысты болайық деп ұн жағады. Бұл екі жақты құдаластыру мөрі болып табылады. Сондықтан алда-жалда танымайтын елмен құдандалы болып, бетіңізге ұн жағып жатса, дұрыс түсінбей қалмаңыз. Қалта қағар. Қалыңдықты алып кетуге келген күйеу жігіттің қалтасына қол салатын ғұрып. Оның ішіндегі дүниелер күйеу жігіттің балдыз бен қайын інілерінің үлесі. Бұрындары күйеу жігіт сақина, білезік, әтір сияқты заттарды өз қалтасына салып келген. Бүгінде ол дүниелер арнайы қоржынға салып әкелінетін болған. Тағы бір атап өтерлігі, күйеу жігіттің балдыздары жезделерімен ойын ретінде аяқ киімін тығып қойса, күйеу жігіт оны қомақты қаржыға сатып алады. Бұл дәстүр батыс пен оңтүстікте жақсы сақталған. Құда тарту. Бұл дәстүр әр жерде әр түрлі өткізеді. Кей жерлерде құдаларға талап қойып, оны орындай алмағандарға кәдесін бергізеді. Мысалы, құданың аяғынан тартып сүйрету, ән салғызу, жарыстыра би билеу, күй тартқызу сияқты түрлі талаптар қойылады. Ал ертеректе мұндай түрлі талаптарды орындай алмаған құдаларды әйелдер бастарына киіз қалпақ кигізіп, үстеріне су құйып, беттеріне ұн, балшық жағып, өгізге теріс мінгізіп, мазақ қылған. Сонда да құдалар жағы өкпесіз осыған көну керек болған. Солтүстік Қазақстан жақта құдаларға осындай талаптар қойылып жатса, оңтүстік жақта құданы еңбектетіп үстіне 6 әйел аттай мініп отырып алған. Осындай ойын сауық кейбір құдалардың намысына тиіп, оларды ренжіткен. Қазіргі кезде мұндай өрескел ойындар ойнала бермейді. Оның орнына мәдениетті түрдегі ойын түрлері, ән айтып, би билеу сияқты өнер басқан. Сағыз шайнату. Бұл салт жүкті әйелге қатысты. Іштегі бала шымыр болсын деген ниетпен аяғы ауыр келінге сағыз шайнатқан. Ақ жол. Бұл салт бойынша өзінің еріне адал, шын берілген, өтірік айтпаған әйел ауырған адамның үстінен 3 рет аттаса, ол адам жазылады деп сенеді. Атталған ауру адам жазылып шықса, ол әйел шын қасиетті делінеді. Ілияс Есенберлиннің Қаһар романында бұл әдет-ғұрып туралы айтылады. Аузына түкірту. Бұл қазақтардың ертеден келе жатқан ырымы. Олар батырлар мен билерге, ақындарға, тағы да басқа атақты адамдарға баласының аузына түкіртіп алатын болған. Бұл ырым баламыз осындай адамға ұқсап, өнегелі болсын дегеннен туған. Баласының аузына бір адамға түкіртсе жеткілікті. Босаға майлау. Жастар шаңырақ құрғанда немесе жаңа үй алғанда жақын туған туыстары келіп, жаңа үйдің босағасына май жағу салтын жасайды. Ол осы үй берекелі,
майдай жұғымды көптің үйі болсын деген ниеттен туған. Босағасын майлаған адамға шаңырақ иелері кәде береді.